сериалдың аты Қатал әпке, бірінші серия. Так, ойбай, жаңа үйге наконец-то келдік. Ё-май, осындайда армандаған ем. Да біз күмданамыз ба? Я, сендердің күмданаларың. Уля, күштекен, уля, ұнады. Жемем олар. Әте, улады. Уля, Мама, рахмет. Мынау сендер екеуің тамақ ішесіңдер мына жерде. Мына жерде тамақ ішесіңдер, короче. Мына жер паста жуатыннан бар рахат болатын болды. Пастаны өз жуат. Кірді де арасына сасам болады ішіне. Біз мультик көреміз, мультик көріңдер екеуің. Ал біз басқа жерді көріп керек. Күшті болатын болды. Мынау енді скоро біз не ашпасақ, мынау туалет қой. Скоро біз әпке алмасақ, мынау екеуіне қарайтын адам жоқ. Иә, соны айтам. Жетімдер үйіне сатып алу керек. Звондаш, телефон. Ана жақта маған телефон сатып алғам. Дарайды, бар, телефон. Саған да телефон алдым. Міне, вау, рахмет. Өзімнің телефоным. Ма, Динұрнан. Так, жарайды онда. Звондайын. Алло, саламатсыз ба? Жетімдер үй ме екен? Мен негізі қыз алайын дегенем. Жас қаншада онда? 12-де болса күшті болатын еді. Ақ көңіл қыз батысы іні сіңліге қарай алатын қыз керек та. Қыз әкеліп атсыз ба? Е? Жарайды. 1,5 миллион келсеміз. Я, 1,5 миллион. Аха, қазір келгеніңізде берем. Аха, жарайды. Ура, қыз келеді. Мен де қолым біраз ұзаратын болды. Иә. Так, кеп қал. Сәлеметсіз, қалыңыз қалай? Жақсы, ақшасын берейін, қасқасы дайындап қойдым. Кешірің, бұл жақта 1,5 миллион, 2 миллион. Ой, қоя беріңіз, бізге қыз берген үшін сізге Алла разы болсын. Жарайды, рахмет. Сәлем, қызым, атың кім? Ойбай, тоқтай тұрыңыздар. Сіздер өзі келісіздер ма, қызды бағаластыр ма, үйлеріңіз көріп шығуым керек. Мынау бұкарчы бассейні, қыз шомылады енді, балалар қарайды ғой. Мына жер балаларды ойнатады, мына жерде өздерінің киім ауыстырып аласың ба? Ауыстырып ал. Так, не кешем екен? Мынандай киім ба? Вот, мынандай ойнайды, киіп алайын. Такой киініп алдың ба? Аха. Мынау короче, мына бөпенің жататын үй жатқызып төсе, ойбай, ятсыз. Ятай. Жарайды. Мынау короче, өзіміздің бөлмем. Жүрек қыздың бөлмесін көрсейін сізге. Жүріңіз. Папам телефон өзі сондай. Темал, можете? Зараз домой ятыр. Әне, алмай қалдырақсың. Мына жерге отыршы одан онда. Алмай қалды. Отыр. Мен бұл үлкенсің, жасың қаншада? Ойбай, кешіңіздер. Жүріңіздер мәске үйді көрсеп жайын жарайды. Мына көрші балалардың бөлмесі. Ал мынау кухня. Шуатын қолы ұзарады, шумайды. Мына жерде тамақ ішеді, мына жерге отырып өздері. Одан кейін мына жерде кішкентайларымыз бар. Сәлеметсіз бе? Сәлем. Мынау өзінің бөлмесі. Вау! Мә, шынымен де жарайды. Жарайды, рахмет, сау болыңыз. Сәлем, қызым, атың кім? Атым Айзада. Еңгерімет есім қойыпты. Бұл саған есімді кім қойды? Жаннақ тәте қойды. Егер сен президент қанады, мамаң атың қоймай қаш кеткен ба? Содан бері анамда болған жоқ. Жарайды, Айзада. Саған сіңілерін көрсейін, біз жұмысқа барамыз сен. Ана сіңіліңе қарай. Кішкентай сіңілің де бар екінші этажда. Онда қарадым кетпе.
жарайды. Біз кетейік, сау бол. Тәте ойнайықшы. Фуй, құрындар бар, какой ойнауымыздерге күшінде бала құсап тұрмын ба? Онда бар, телефонымды көрейін. Сен пайда жоқ. Алло, подруга, қалайсың? Сен әлі балалар үйіндесің ба? Ана, уақытша телефонымды сөйлесесің ба? Менға богатый үйге келдім. Өзім білмеймін, бар кайф қойман. Ыдысты жумаймын, өте красивый дом. Жарайды, подруга, мен кетейін, бар баналар жылап атқан шығар. Тыныш отырыңдар, ұқтыңдар ма? Егер мама папаңа осындай мен мінезімді айтатын болсаңдар, сендерді өлтірем. Ұқтыңдар ма? Айтпаймыз. Тамақтарың берім, тыныш отырыңдар. Тамақ пісіріп жіберейін. Қаз тамақ пісірем, тыныш отырыңдар, ұқтыңдар ма? Жарайды онда, қас келіп қалатын чаранода бір 2 сағат жоқ болыпты ғой. Сәлем етсіз бе? Ой, берші десе сәлеміңді қоя тұр, бар кет. Ақша ше, қаз берем. Хай Қытайым-ай, өмір осы. Маңыз. Ойбай, кешің жарып. Әдемі, жарчекпін. Суғыз екен. Қуат. Қазір сендер тамақтарыңды берем. Әмма қандай жоқ? Мынау ана туалетке кетіп қалса айтайын. Баршы тамыр ол әпшем туалетте неді ұйықтап қалғанда миттар шақырақ өлтіреді бір күні. Ол бізге айтты. Ол қаталап шық, ол бізге айтты. Жоқ, 11, 16, 17. Айта алмаймыз, өйткені тәте айтты ғой, егер айтсаңдар, мен сендер өлтірем деп айтты ғой. Еспедің ба? Сөйтіп айтты. Бәрібір. Сақалсақ біз сенен өлтіреді ойлап кел. Жарайды. Жараймыз. Не деп атсыңдар? Ештеңке? Мен сендерге өте дәм тамақ пісіріп қойдым. Дай. Өтен, сіз пісірдіңіз ба? Сіз пісірді ба? Я, мен пісірдім, жеңдеме. Өте дәм тамақ істедім. Мынау сендерге мынау не? Лақтыра салайын. Сендер тіптен отырын, мен тамағымды ішіп алайын. Өзі бөлгірде отыра. Өттен. Бұнда біз телефон қойып тілзе бар. Ай. Мына сопты өздерің ішіп жүріңдер, сөйлесеңдер деді. Қолымызға балаққа сөйлейміз ғой. Қойық. Тәте айтты ғой бізге. Тініс. Ұйықтамаймыз. Ұйықтаймын. Онда сен ұйықта, мен кеттім. Мен ана жер жинап қойынға, мен тәте ұлсады. Ұлсады. Мына өзінің сөз қойын. Так, онда мен балып мультик көрейін. Иня, сіңлім ізлап атылап ке. Ой, бәй, жыныма тиіндір осы екеуі. Тфу, не болды, тағда не болды. Ой, мә. Sütü қайда бұның? Sütін ішіп тыныш жатпай ма? Апарып, ұйықтайықшы. Әкем жуас болып жатыр маған. Ұйықтап алайық біраз. Иня. Алло. Қызым, мен жаңа бір есікті тоқтатып қашай. Қызым сонда бір тоқылдады, не ұққап? Жоқ, әке, просто мына жақта ағысынан шомылтырдым, сөйтіп, короче, мына памперсін ауыстырдым, музыка қойып отырғам ғой, бір билеп, содан кейін сәсілі уақыт кетіп қалды. Жарымды алдыңдар ғой, жарайды. Қызым, саған бір бәле айтуым керек, жүр. Сендер кішінтелерім жүріңдер, үй жандарым, қалайсыңдар? Жақсы ма, әпкелерің? Жақсы ма?
Ya өте мейлімді әпке маған қатты ұнады маған да жақсы әпке саған деді. Жарайды, сен баланы аш, мен оған бір бәле айтуым керек. Қызым жүр. Қызым отыр. Қызым енді ертеңнен бастап сен мектепке баруың керек. Азанда барып келесің. Азанда барасың мектепке, сөйтіп әбіттерді кеп қаласың. Оған дейін мамаларың жұмысқа бармай тұрады. Өйткені оның жұмыс как раз әбітте еді. Мен азанда кетіп қалам, ол әбіттен балаларға отып қарайды. Одан кейін мектепте келген соң ол жұмысына кетеді. Оның жұмысы сондай. Мен мектепке барамын ба не? Иә, саған өз мектепке нелер құжаттар дайындым, ертең азанда барасың. Әке оған қандай киім кию керек? Білмеймін, әйтеуір көйлек болса болды деді. Жарайды, онда. Ұйықта жаным онда. Мен пижамамды киіп алайын. Біз де жұмыстан келдік. Біраз балаларын тамақ ішсіңдер ме, ішесіңдер ме? Жоқ, ішіп болдық, жемейміз, тойдық. Бошына жүріңдер, ұйықтадым сендерді. Жандарым менің. Так. Жүріңдер жандарым. Қызым, сен бірінші кейін бала. Так, ұйықтайтын пижама мынаны қалай кисем болады. Не деген красивый. Әке болдым. Ойында қас сіңлілерін күте тұра. Сіңлілерім барып жүріңдер, кейін бар. Ой, жаным. Ойбай, мен ұлмын ғой саған, ая. Киімдеріңді ненің алдына қойып қойыңдар сол кезде. Жарайды әке, енді біз барып ұйықтайық, Ой, жаным, жаным. Мен де киініп алайын. Жарайды әкесі. Так, онда мен болдым, барып ұйықтап алайын. Онда мен де ұйықтайын. Қайсын кисем екен? Мен пижамамды қызым киіп алдым ма? Түсінбей қалдым ма? Қызым. Қызым. Ау, сен мен пижамамды киіп алыпсың. Ой, кешіріңізші, шынымен де. Білмеймін ғой, ондай болып тұрады. Жарайды, анашым, сен ят болды. Ой, менің қызым. Жарайды, ят емес ондай. Жарайды, анашым. Сенің басыңдағы антыр, осыны киіп алып басыңа. Жарайды, рахмет. Мектепке киім таңдап ал өзің, қазір мен ұйықтаймын. Так, не кисем екен мектепке? Қызық болып тұрмаған. Қандай киім киейін ба? Осыны кием, барып апарып қойын. Кигенде кие салам. Осыны кием деп шештім. Жүріңдер. Ұйықтаңдар, көп сөйлемей. Кешіріңізші. Еще кешірім сұрайды, ұялмай. Ойбеки, шықырып кетті ондан ішіне. Сіздер ренжімеңіздер. Так, ұйықтаңдар болды. Қорқсаңдар бір-бірлерін қастарыңда ұйықтаңдар. Қорқам деп қойды. Жарайды, ұйықтай береміз. Тоқта, сендерге енді кітап оқып беруім керек. Баяғыда Ханзада мен Ханшайым болыпты. Олар бір-бірлерін ұрып өмір. Өсті ұйықтамай ма? Телевизорды өшірмейді, мен өшіруім керек, как будто. Бәрін мен істеуім керек, ұйықтайын одында. Не болды? Айтайын ба, қорқып жатырмын. Неге? Қорқып жатырмын. Мен ажитханаға шығып алайық қазір, түнде бүтін мен сиіп қойсам. Біздің галстук қайда? Я наконец-то. Болдым. Ой, тоқтай тұр. Көрмізу бәлейін. Болдым. Ұйықтайық. Мынау планшет көрейін. Жоқ, әкеміз өлсады. Әкем қайда? Ертең тем более, азенде тем более ертең. Ана апке ертең апамыз келеді. Апамыз бізге жақсы қалайды, я? Ана тәтеде қалады. Я апам жақсысын айтып берейді. Апа, бұл ешкімге айтпай біз өлтіреміз деді. Осы ғана ұйықтай береміз.
Oy. Oy. Abam geldi abam. Abam gelmek istiyorum. Şimdi balımda yatay buldu. Yatay. Dedi. Yatay. Şimdi balımlar üyjendarım koysundur. Yoda ben şimdi kitap okup vereyim. Kanşayımdan patçalar turалы. Televizor kosup koyun. Bayağıda. Oy boys. Bu düne şırılanma savukka var gerek bende. Oy baş. Oy biraz betim juvaynç. Kolumda da. Şu katısı balayın. Oldu. Ne yapalım? Ne kızım? Bu bizden apkimiz. Kimmiş? Siz kimsiniz? Men bularni ajelerim. Bir iki kunga ularni qaraytiraman. Vungun. Jalayt, men qancha qonaqa keldim. Vungun bizimle oynaytırır mı şeydi? Jalayjon, avulga borasizlarmi? To'g'ri olib ketingizlar. Barem. Jalayt, unda men sabahma kechikib borajatdim, ketaverayın. Qaqrag'ini kempir. Jalayt, odanda men kiyimni kiyib olay. Men красивый болдым. Nimani kiyib olsam, basma ne giysem ekan deb turdim. Oy kızım mektepke turib qoldim ba. Oy bu akisi жүрмüşmüş. Oy boy kechir. Toy kızım şimdi apart sen ya. Jaraydi aka. Jur sumkam. Так. Oğlum bulkum. Bunu biz asravağımız siz ketkesin bu балалар қарайды. Өте жақсы қарайды екен балалар риза. Қызым өркенімесін. Сәлем бердік апа. Жарайды. Қызым сен біраз телефонда бол. Жарайды әке жүріңіз. Ұлдарым, балаларым. Мен короче мынау әпкелерім сабаққа апарып келемін. Сендер әжелеріңмен Vıcıymış. отырыңдар. Herçeden ayı vungunga barıp küçük bölemeyini. Ну, мына әпкелерің де барып келеді. Әке мен ауыл. Қызым, барасың ба? Жарайды, барам мен де ауыл. Ой, жүр қызым, соны сабаққа барайын сен. Сәлеметсіз бе апай? Біздің балалар қазір балалар келіп қалады. Біздің сыныпқа жаңадан қыз келді. Аты Айзада. Мына жерге отыра ғой. Сәлемет. Рахмет. Жарайды. Аты фамилиясы қалай? Фамилиясы Барыпбекова. Барыпбекова. Жарайды онда. Сау болыңыз. Жаңадан бір қыз келген бе? Сәлем атыңым. Айзада. Танысқаныма қуаныштым. Атым Мирас атық. Жарайды. Менен де бай адам келген бар. Иә, сенен бай. Фуй, менен бай адам болмайды өмірде, түсіндің ба? Жарайды, кешір. Сәлем, менің атым Жандос. Сәлем, менің атым Берік. Сәлем, менің атым Ұрпақ. Жарайды, балалар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы мынандай. Балалар, міне, мыналар түсіндім. Балалар үй тапсырмасына бір өздерің не қылыңдар. Мысалы, өздерің өскенде кім болатындарын туралы айтасыңдар. Жарай ма? Жарайды, онда сабақ үзіліс болып, барып үзіліске шығып келіңдер. Сен атың кім? Айзада. Менен бай ешкім болмайды, түсіндің ба? Қорқып қалдым. Сен қорықпақтың да? Мен сендерді әкеме айтам. Ne olmadır? Göster. Ой, жарайды, апай, еш нәрсе. Жарайды, балалар сабақ аяқтады, сау болыңыздар. Сау болыңыз. Түрін қараш, бейшара. Өзің бейшара. Өзің қалды бейшара.